Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода жаратылыстану пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сіне талдау жасап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетейік. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Тірі және өлі табиғаттағы үдерістер бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады. Және тапсырманы орындауға 20 минут уақыт беріледі. Және де 4 тапсырма бар, барлығы да қиын тапсырмалар емес. Бірінші тапсырма. Төменгі суретте тау түзілуінің сызба нұсқасы көрсетілген. Тау түзілудің үрдісін сипаттаңыз дейді. Яғни тау қалай түзіледі, соны жазуымыз керек. Бұл жерде тау литосфералық тақталардың бір-біріне соқтығысуы нәтижесінде таулар пайда болады деп жазамыз. Яғни бұл дұрыс жауап. Келесі екінші тапсырма. Сәйкестікті анықтаңыз дейді. Тірі ағзаның қасиеті мен оның сипаттамасын жазуымыз керек. Бірінші, тітіркену дегеніміз бұл жауабы болады. Қоршаған ортаның физикалық немесе химиялық өзгерістеріне, яғни тітіркендіргіштерге әсер етуі екен. Келесі, көбею, яғни ол жауабы болады. Жоғары сатыдағы ағзаларды былай қойғанда көзге көрінбейтін микроағзалар ұрпақ қалдыру үшін екіге бөліну арқылы өте қарқынды көбейеді. Өсімдіктерде көбеюдің 3 түрлі жолы бар. Жынысты, жыныссыз, өкпе мүшелер арқылы көбею болып табылады. Үшінші, зат алмасу, ол да жауап болады. Ағзаның айналадағы ортамен қарым-қатынас жасауы, оның нәтижесінде біріншіден ағза өз тіршілігіне қажетті заттар алады. Төртінші, қозғалыс, бұл дегеніміз В жауабы, тұқымның өнуі, жапырақтардың біртіндеп жазылуы, бүршіктердің, гүлдердің біртіндеп ашылуы, жарыққа қарай бағытталуы, мұртшалар арқылы қасындағысы екінші бір өсімдікке шырмалуы, бұл қозғалыс, яғни өсімдік қозғалып жатыр, тұқым өнеді, жапырақтар бір-біріне жазылады, бүршік атады, гүлдер біртіндеп ашылады, бұның барлық қозғалысқа жатады. Келесі 5-ші, бейімделу, бұл А жауап болады. Өсімдіктер мен жануарлар қоршаған орта жағдайына бейімделе алғанда ғана түрлерін сақтап қалады. Сондықтан олар түрлі өзгерістерге ұшырайды екен. Оқушылар, жазып аламыз жауапты. Келесі 3-ші тапсырма. Уақытша микропрепарат дайындау жолын сипаттаңыз дейді. Яғни біз пиязды бұл жерде сынақтан өткізіп көрсек болады. Пияз қабықшасы препаратының даярлануы дейді. Бұл жерде бірінші А, заттық әйнекке пипеткамен 2 тамшы су тамызамыз. Келесі В суреті, пияз қабығын тазартамыз, одан кейін оны пиязды тамшының үстіне қоямыз. Тазартылған пиязды тамшының үстіне қоямыз, С суретінде. Келесі Д суретінде оны сапты инемен түзетеміз, мына жерде түзетіп жатыр. Ең соңында қосымша ретінде жазсақ болады. Пияз жасушасынан ядроны анық көру үшін йод тамызсақ болады деп жазсақ болады. 3-ші тапсырманы жаздық. Енді 4-ші тапсырма. Кестені толтырыңыз дейді. Яғни жарықтың, хлорофилдің, көмірқышқыл газының, температураның фотосинтездегі рөлдерін жазуымыз керек. 3-ші тапсырманы жазып алайық. Жазып алсақ, 4-ші тапсырма ұзақ көрсетейін сендерге. Бұл жерде бірінші жарықты алайық. Жарық энергетикалық процестер тікелей жарық фазасында жүреді. Жарық квантты хлоропластта орналасқан хлорофилл пигмент арқылы қабылданады. Жарық кванты мен хлорофилдер әрекеттескенде электрондар пайда болады. Келесі хлорофилл, яғни хлорофилдің фотосинтез үшін маңызды пигменті молекула химиялық технологиялық қондырғылар жарықтан энергияны сіңіру және пайдалану үшін қолданылады. Ол сондай-ақ тамақ бояуы және дезодирующий агент ретінде қолданылады. Азық-түлік бояуы ретінде хлорофилл макаронға, рухабстинеге және басқа да тағамдар мен сусындарға жасыл түсті қосу үшін қолданылады. Көміртегі диоксиді мен су, глюкоза мен оттегінің өндірісі үшін жауап береді. Алайда жалпы реакция химиялық реакциялардың немесе молекулалардың күрделілігін көрсетеді. Келесі көмірқышқыл газы. Фотосинтезде көмірқышқыл газы жарық энергиясының әсерінен глюкозаға және оттегі газына айналады. Содан кейін глюкоза өсімдіктерде су мен крахмалды қоса алғанда басқа химиялық заттарды өндіру үшін пайдаланылады.
көмірқышқыл газы өсімдіктердің өсуін реттеу және қоршаған ортаның күйзелісінен қорғау үшін де маңызды. Оқушылар бас жағын жазып алайық, иә, күте тұрайын, жазып болғаннан кейін температураның фотосинтездегі рөлін көрсететін боламын. Скриншоттап алып жазсаңдар да болады. Келесі температура. Температураның фотосинтезге әсері өте үлкен. Егер ассимиляция тек қана фотохимиялық реакция болса, онда температура фотосинтезге ешқандай әсер етпеген болар еді. Ван Ковтың заңына сүйенсек, онда химиялық реакция температура өскен сайын 2-3 есе жоғарылау тиіс. Сондықтан температуралық коэффициент 2-3 шамасына тең болады. Фотосинтездің температуралық коэффициенті 1-2 және 1-3 шамасына тең болады екен. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі БЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда басқа да сабақтардың 3-ші тоқсанның БЖБ 1, БЖБ 2 және ТЖБ тапсырмалары бар. Кіріп қарап көрсеңдер болады, оқушылар.